Сәлем достар, сіздермен бірге астрономия және технология каналы. Және достар, бүгін сіздермен бірге астероидтар жайлы өтетін боламыз. Жалпы астероидтар дегеніміз не? Астероидтар сонымен қатар кіші планеталар немесе планетоидтар деп аталады. Кіші тастақты дөңгелекті немесе белгілі бір пішіні жоқ металл нысандары. Ғалымдардың ойынша астероидтар планета түзу үшін бірге алмаған планеталық материалдардың бөліктері. Көптеген астероидтардың орбитасы астероид жолағы деген аймаққа орналасады. Кейбір Жер мен Марс орбиталарының арасында да табылып жатады. Астероид жолағы сонымен қатар негізгі жолақ деп те аталады. Марс пен Юпитер орбиталары аралығындағы аймақ, бұл аймақта ені 30.577.536 километрде және бұл аймаққа мыңдаған астероидтар кіреді. Қазіргі таңға дейін астрономдар 90.000 астероидты анықтап нөмірледі. Астероид түрлері. Астероидтар 3 түрге және С типті, көміртекті, С типті, әктасты және М типті металды болып